Біз барлығымыз қоршаған тірі әлемнің бір бөлігіміз. Бірақ соңғы 500 жыл ішінде адамзат флора мен фаунаның 800-ден астам түрін бір жола жойды. Сондықтан бүгінгі таңда біздің туған жерімізде сирек кездесетін жануарларды сақтау өте маңызды. Олар еліміздің ерекше табиғаты мен экологиясының тіршілік нышандары. Қорғалжын қорығы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Мұнда теңіз көлінде қызғылт қоқиқаз өмір сүреді. Маңғыстау облысындағы көктеңізде теңі жоқ Каспий итбалықтары өмір сүреді. Бетпақ дала шөлі ежелден киіктердің мекені болып табылады. Қазақстандық климат бизондарға да жағымды. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі оларға америкалық прерияларды алмастырды. Алматы қорығы қар барысының табиғи бесігі. Тегеурінді патшалық сымбатқа ие тәкаппар ілбіс қазақ елінің нышаны. Және лайым есте сақтайтын қарапайым ереже бар. Бүгін біз табиғатты сақтасақ, ертең табиғат бізді сақтайды.